менің бақытым дейді. Уама тауфиқи. Тауфиқ деген негізі успех, табыс, бақыт. Табыс десеңіз, енді тура мағынада табыс болады. Менің табысым илля билля, Алламен ғана болады деген сөз. Өйткені адам баласы Алладан да бөлек жерден табыс табады. Мысалы, бір жаман достың жанында да табыс табады. Шайтанның да жанында табыс табады. Басқа жерден де табыс табылады. Бірақ ол табыстың барлығы дұрыс емес екендігі айтылғанда. Құранның бұл аятының кереметтігі сол. Қанша бақытты сен сырттан ізде, жан жағынан ізде, Алланың алдындағы табыстан аспайды. Алланың алдындағы табыстан өтпейді. Өйткені Құранда айтылады: «Ма индакум янфат, ва ма индаллахи бақ». Алланың құзырындағы мәңгі бақи, ал сенің құзырыңдағы нәрсе таусылады дейді. Біздікі таусылады. Күлесіз, күлкіден де тоямыз. Рас па? Тәтті тамақ дейді. Қанша жей